С-дәрі мен аскорбин қышқылы жасыл өсімдікте кең таралған. Тағамдық жасылдардың барлық түрлерінде жасыл пияз, аскөк, ақжелкен, балдыркөк, салат, шпинат, шавелде бай. Сондай-ақ жидек және жеміс дақылдарында шиповник, шырғанақ, қара қарақат, бүлдірген, крыжовник, көк алма және грек жаңғағының жапырағында бар. Ал көкөніс өсімдіктерінен қызыл және жасыл бұрышта бар. Сондай-ақ жер асты өсімдіктерінен желкек, шалғам және жабайы өсімдіктерден қалақай мен ащы жусанда бар. С-дәрумені мұздатылған жидектерде жақсы сақталған, бірақ ерігеннен кейін дереу тамаққа пайдаланған дұрыс. С-дәрумені тін процесіне қатысады, тыныс алу, қан тамырларының жүруіне, ақуыздар мен майларды сіңуін жақсартады, ал бұл дененің қалыпты дамуына әсер етеді. Қолайсыз әсерге, жұқпалы ауруларға төзімді болуға, қолайлы жұмыс қабілетті арттырып және шаршауды азайтады. Витаминдерге бай өсімдіктер қышыманы емдейді, атеросклероздың дамуын кешіктіреді, жараларды тез жазады. Сондай-ақ олар тұмау, танзилит, ревматизм, пневмония кезінде қолданылады. Ағзада аскорбин қышқылының болмауы бірқатар ауруларды тудырады. Шаршау, бас ауруы, ұйқышылдық, тәбет болмауы, ісіну және қызыл еттің қанағыштығы. Ересектерге арналған С витаминінің бір күндік дозасы 60-70 мг. Аптека на грядке кітабынан аударған Анель Ғазиз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.